Бүгінде құлаққапты үлкен де кіші де киеді. Бұл әрине музыка тыңдағанда ыңғайлы, алайда оның зиянды жағы барын ұмытпаған жөн. Зиянды жағы құлаққапты жүйелі түрде кию құлақтың есту қабілетін төмендетеді, қан қысымын көтереді, бас ауруына шалдықтырады. Құлаққапты ұзақ киген адам байқампаздық қабілетінен айырылады, ашушаң, күйгелек жанға айналады. Мамандардың айтуынша, дыбыс сигналы 60 минуттан асса, құлақтағы бұлшықет есту мүшесін қорғай алмайды. Құлаққаппен күніне 2-3 сағат ән тыңдау есту мүшесіне зақым келтіреді. Сөйлеу дыбысы қаттылығының өлшемі 30-35 децибел, айқайлап сөйлеу 60 децибел, ал 90 децибелдан асқан дыбыс сигналы өте қауіпті. Өкінішке қарай құлаққаптан шығатын әуеннің дыбысы 90 децибелден асып кетіп жатады. Сондықтан саңырау болу қаупі өте жоғары дейді мамандар. Сонымен құлағыңызға зияны тимес үшін мына ережелерді сақтаңыз. Құлақты сыртынан басып тұратын жапсырма құлаққап таңдау қажет, өйткені дыбыс сигналы тікелей барабанға жетпейді. Әнді күніне 60 минуттан артық тыңдауға болмайды, өйткені осынша уақыттан соң есту мүшесіндегі бұлшықет демалу қажет. Құлаққаптағы дыбыс 90 децибелден аспауы керек, себебі есту барабанына зақым келеді. Ал сіздер құлаққапты жиі пайдаланасыз ба? Төменге комментарийге жаза кетіңіздер. Видео сіздерге ұнаған болса, лайк басып, тіркелуді және денсаулыққа қажетті пайдалы видеодан құр қалмас үшін қоңыраушаны басып қоюды ұмытпа. Ем болсын.